Мұны бүгінгі түсіріп жатқан 3-ші видео. Келесі кезек кәділерге келді. Өсті бөліп түсіріп жатқан себебім жаңағы жүктеуге және көруге ыңғайлы болсын деп осындай бөліп түсіріп жатырмын. Кәділерге келдік. Міне кәділер барлығы біркелкі болып өсіп жатыр. Былай қарасаңыздар, міне жобамен біркелкі деп айтсақ болады. Мына жерде көрсеткім келіп тұрғаны гүлдейін деп тұр. Бутондар деп айтады ғой, гүл сияқты. Ең бірінші гүлдері пайда болады осы жемісін берерде. Негізі көбісі солай ғой, гүлдейді, көп жеміс беретін өсімдіктер. Гүлдейді да, содан кейін көрдіңіздер ме, гүлдеуге дайындалып тұр. Сол гүлдейді да, содан кейін сол жерден жаңағы жемістері өсе бастайды. Бәрі біркелкі десек болады. Барлық жобамен сол гүлдеуге дайындалып, осындай кішкентай гүлдер ашылуға дайындалып тұр. Өте әдемі болып тұр. Енді келесі кезекте мына жаңа қиярларын көрсетіп кетейін. Мына қиярлардың жаңағы бойлары да жақсы қатты өсіп кетпеген. Себебі мына жерде жарық бәрі жақсы біркелкі түседі біріншіден. Екіншіден кешке светтерді жағып жүрміз. Өткенде айтып едім, ортаңғы жақты жағып жүрміз деп. Міне осы қатарды да жағып жүрміз. Өйткені осы қиярдың бойы өсіп кетпесін деп жаңағы осы қатарды да жағып жүрміз. Міне жалпы кейінгі қиярлар. Осы жапырақтары бәрі жаман емес. Былай сау жақсы сияқты. Әзірге осы. Енді мына жерде жаңағы мына бос орындар, мына жердің барлығы. Мына бағана қиярлар, орта кездегі. Мына белый налив деген қызанақтар. Айтып едім ғой, бөлек стакандарға отырғызып қойдым деп. Анау жерден салат жапырақтарының бер жағынан осы жерден алып, осыларды міне бөлек отырғызып қойдым. Бөлек отырғызғанда жаңағы суаруға да ыңғайлы, осы стаканмен, мөлшерімен жобалап суарасын. Тамырына бәріне ыңғайлы су құясын да. Мына жерде жаңағы волгоградский деген сұрып. Мына ыдысқа да отырғызып қойдым, өйткені жаңағы жерден гөрі тығыз отырғызған жерлері мына ыдыс кішірек болса да қолайлы. Енді бұл отырғызғаныма 3-4 күн болған. Мына жәшік әлі толған жоқ. Тағы да алып қосып отырғызамыз. Сұрыптар бір-бірімен шатасып кетпесін деп, міне білейін деп. Сол үшін мынау белый наливті бөлек қойдым, волгоградский бөлек тұр. Мына жерде бычий лоб деген білесіздер, міне осылай өсіп жатыр. Монгольский карлик деген мына ыдыста, ар жағындағы ыдыста. Мынау безразмерный деген сұрып міне осылай өсіп жатыр. Мына жерде жартылай ащы бұрыштар. Ептеп алдым бүгін. Пикировка жасап қойдым. Кейін тағы бір видеоларда оны да көрсетемін. Мынау қызанақтың басқа сұрпы. Мына жерге петунияларды егіп қоя салдым, міне әлде кеш емес шығар деп. Көрдіңіздер ма? Бірден 1-2 күннің ішінде топырақ бәрі іші бәрі ысып тұр ғой, қолайлы температура болып тұр. Бір күннен кейін екінші күні уже қылтиып жапырақ шықты ғой. Топырақ бәрі ыстық болып, мынау бетіндегі бәрі ыстық, жақсы болғандықтан. Мына жерде бағана ашып, ептеп ашып алған былайынан. Осылай кішкене ашып қойдым, ауа кірсін деп. Ана терілеп тұрмау керек. Іші қатты терілеп тұрса, ауруға ұшырап кетуі мүмкін. Міне бүгін менен осындай видео. Назарларыңызға рахмет. Видеом ұнап жатса, лайк басып, подписаться тетігін басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.